Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бізді бәрі жақсы. Міне қазір таңғы 8, 7:30-да шығарып естік келгенше 8 болып қалды. Міне менің мына тұсағым туды, қара қозы туды. Міне ем не істеп жүрміз? 17 мамырда туды ғой. Бүгін 21-і. Сонда бұған 4 күн болды. Сабақтан келсем өзі туып қойыпты. Шуын алып тастадық. Не активный ұрғашы қозы. Несі қошқары қара болған. Міне мұнда менің мына қара қой мен қоңыр қозысы жүр, сосын бір ешкі лағымен. Мына ешкіні қырқып тастадық. Көрінбей тұр енді. Бүгін Атырауға жаңбыр қатты жауып, түні бойы су балшық жер бәрі балшық болып тұр. Бірақ мына қозы нормаль жүрді, андай дым шатыр болған жоқ. Дәл жаңбырдың астында болды. Бірақ мамасы не істеген болар, жауып тұрған болар. Міне былай тазартып қалды мына шөптерін. Мына жерлердің бәрін тазартып. 4 күн 5 күн бойы босатпай едім, бүгін босатып жатырмын. Мына жаққа келгенше шөптерін жейді, бірақ дұрыс жей алмайды, себебі шарбағы ашық тұрады біреудің. Біреу машиналармен өтеді, кішкентай балалар жүреді. Сосын бәрі дұрыс жей алмайды. Мына жаққа келіп бір тояды ғой. Міне қозысы. Нормально, шира, 4 күндік қозы. Бар. Үстін жақсы емет. Ана қой қозысы мен ана ортасына кіріп кеткен. Қазір. Міне олар мына жақта қиратып жатыр шөптерін. Міне құйрықтары көрініп тұр. Шөптерін жесін енді. Мен шөпісті қырқып тастадық, кәдімгі қайшымен. Енді қойдыкін қырықтықпен қырықтықты қайрап алу керек, бірақ осы достар. Енді тағы да бір ақша жинап, бір ұрғашы қозы немесе тоқтыма бір сатып алайын деп тұрмын бұйыртса. Мына үлкен болып, мынауыңда жүр енді. Үсті су. Қалай, жақсарып қалған ба? 1,5 айлық. Уже 2 ай болып қалды. Наған 1 ай болды. 1 ай болып қалды деген ғой бұған. Қозыда 1 айлық, мынау 4 күндік. Солай. Бәрі жетіп тұр. Бірақ мына қозыны кішкен қарап қою керек, әйтпесе ана ешкілер сүзіп тұр, көзімше. Ана қара қойда сүзіп тұр. Мына бөлек ұстадық мына екеуін. Қайттан қосып жібердім кеше. Кішкентай болғандықтан қарап қою керек. Мына ешкі сүзет оны. Мына ешкі, ала ешкі. Міне достар. Желіні жақсы сүт беріп тұр, жақсы сүт береді. Бірақ біз саумаймыз. Лағыш еттік. Сіздер сауасыздар ма? Айтып кетіңіздер.
шөптің арасына жоғалып кетуі да мүмкін. Bir жерге түсіп кетіп, адасып кетіп. Сондықтан қарайласып тұрамын. Отыққанша. Әлі еміп тұр. Қашан шөп жеп бастайды, уже болды ғой, нормально оқпады. Лақтарым секеңдеп, ойнақтап тұр. Сіздерге үлкен қозымды көрсетіп жіберейін. 1 айлық. Мына оның анасы. Ана қозының өзі ане жүр. Міне жүр. Анасы екеуі шөптің ортасына кіріп алып, шөптерді ойрандатып жеп жатыр. Міне достар, міне. 1, 2, 3, 4, 5, қосымен 6, 7, 8 болды. Тағы да бір тоқты сатып алам деп бір ойланып тұрмын. Тоқты ма, қозы ма, бір шамасы келсе тоқты ғой, әрине де. Қозысы артынан қалмайды мынаның. Ne қозысы қазір көрсетіп жіберейін. Қашып кетті. Қашып кетті. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған мен, Маруф. Қош сау болыңыздар.